Көктемде күн жадырайды, құстар келіп самғайды. Кел, балалар, келіңдер, ертегіге еніңдер. Құрметті қонақтар, сіздердің назарларыңызға Балбұлақ бөбекжайының 12-ші мат тобы дайындаған жабайы алма ертегісін ұсынамыз. Қабыл алыңыздар. Ерте-ертеде жан-жануарлар мекендеген қалың орманда, жабайы ағаштың басында жалғыз алма қалыпты. Осы кезде орман ішінде жүгіріп келе жатқан қоян алманы көріп қалыпты. Оны қалай алуға болады екен? Оны сен ала алмайсың. Қарға, маған алманы үзіп алып берші. Кірпі, тоқта, менің алмамды қайда алып бара жатсың? Бұл менің алмам, бұл кепеден қалада, ал мен оны қағып алдым. Алмамды қайтарып бер. Оны тауып алған мен. Менікі. Босқа таласпаңдар. Алма менікі, мен оны өзім үшін үзіп алғанмын. Менікі. Айқайсу, мазанды ağzında қой. Ең ақылды аюсың ғой. Сондықтан бізге бұл кімнің алмасы екенін айтып берші. Бауырым, кім оны табады? Мен. Кім оны ұржады? Мен. Кім оны қағазы? Мен. Жөз айтасыздар. Алма, бауырымға, жинди бөлінді. Мұнда бір алма ғой. Бағанадан бері бостан таласқан екенбіз ғой. Бір бөлігі қоянға бұлсаған, өйткені сен оны бірінші көрдің. Ал екінші бөлігі қарғаға бұлсаған, сен оны бірінші үзіп алдың. Үшінші бөлігі маған, өйткені мен оны қағып алдым. Ал төртінші бөлігі аюға. Сен бізге ақыл айтып татуластырдың. Әрқайсысы өзіне берілген алманың бөлігін жеп, риза болды. Өйткені аю ешкімді ренжітпей дұрыс, әділ шешім шығарған еді. Елге басы бірлікте. Рөлдерді сомдағандар: қоянның рөлін Көчмұрат Айару, қарғаның рөлін сомдаған Түгелбай Айзада, кірпінің рөлін сомдаған Сапарәлі Айсұлтан, аюдың рөлін сомдаған Орынғали Ернияз. Назарларыңызға рахмет.